кезінде алда берген деген би болған біздің қазақта. Сол ауылдың жанындағы төбеде биік жерде отырады екен. Ауылдың төбесінен қарап. Ол қайдан қалған десек, пайғамбар саллаллаху алейхи сүннет екен ғой. Пайғамбар саллаллаху алейхи мынау Меккеге қашан дұрыс боламыз, қашан жөнге келеміз, қашан адам болып өмір сүреміз деген уайымды қай жерде отырып жасаған білесіздер ме? Қай жерде отырып жасаған? Хира үңгірінде. Нұртауында. Хира үңгіріне шыққандарыңыз бар ма жастардан? Неғып шықпай жүрсіздер? Анау қаланың ішінде қанша кафе бар, қанша түнгі клубтар бәрін білеміз ғой. Сонша жерден келіп отырып, неге бір 2-3 сағатымыздан Нұртауына, Хира үңгіріне арнамаймыз? Мен зорға шықтым соған. Больницадан шыққан кезім 2 аяғым ауырып, жүре алмай қалған кезде больницаға жатып қалғам. Содан шыққаннан кейін бара алмайтын шығармын деп уайымдап, қасымда жігіттер барайық шаға деп. Сонда зорға шықтым мен. Шықсам бір аяғы жоқ, ақсақал жүр пайғамбар саллаллаху алейхи деген махаббатпен. Баласын көтерген үлкен жастағы апа жүр ғой. Хира үңгірінде. Сөйтсек Хира үңгірінің аузы Мекке қаласының төбесінен қарап отырады. Сол жерде төбеде отырып Меккеге қарап отырып, қашан ел боламыз, қалай ел боламыз, қалай дұрыс жолға түсеміз деген уайыммен отырған екен ғой ана жерде. Содан алда берген би ауылдың төбесінде, өз ауылдың төбесінен қарап отырады екен. Кімнің үйінен қанша күн түтін шықпай қалды? Түтін шықпай қалды деген не ол? Тамақ жоқ деген сөз ана үйде. Жаңағы. Соның бәрін бақылап отырған кезде, мына жақтан бір әйел келе жатыр дейді. Негізі бұлардың ауылы түсте келсең түстеліп өтетін, кеш келсең қонып кететін ауыл екен да, сондай бір қонақ жай, бір сондай бір иманды керемет ауыл екен. Бірақ ана әйел безектеп келе жатыр дейді. Мына ауылға кірмей, анау қыр мен ауылдың ортасында безектеп өтіп жатыр екен дейді да. Естіген бедіңіздер бұл әңгімені? Талай жерде айтқан, бірақ өзім қатты жақсы көремін осы әңгімені. Содан ана алда берген би қарап отырады да, мына әйелдің жүрісі суыт қой дейді да. Ой, шырағым бергеш дейді. Ана әйел бұрылып келеді. Сәлемін беріп, амандасып болғаннан кейін жүрісің суыт қой шырағым деп. Сөйтсе, анау жаңа түскен үйінде бір нәрсені дұрыс істемеген, соған енесі де күйеуі де ашуланып айқайлап кетек, бұндай қолына дым келмейтін әйел керек жоқ деген сияқты ма әйтеуір бір сөздерді айтқан енді. Содан бұл шынымен қолына несін алып алып, шуылдап төркініне кетіп баратқан бет екен. Сонда алда берген би жағдай түсініп болғаннан кейін айтқан екен. Онда шырағым былай қыламыз деп. Осы жолғы ашуыңды маған бересін деп. Қазір өзіңнің мынау келін болып түскен ауылыңа қайтасың. Қолыңа бір жапырақ қағаз жазып берем. Соны өзіңнің ауылыңның үлкенінің қолына апарып бересің, мені берді деп айт. Ол сені түскен үйіңе қайтып апарып орналастырып береді дейді. Сен өзің тіке бармай-ақ қой дейді да. Анау кісі сені апарып орналастырады дейді. Сол кезде келін ашулы келін жарайды деп осы ақсақалдың сөзіне тоқтаған екен. Қазір кетен деп атқан келіндер әулеттің ақсақалы қой шырағым, ашуыңды бас, сабыр қыл деген сөзіне тоқтап, хоп деп тоқтап қалып кетіп жатыр ма? Тоқтамайды. Тоқтай алмай кетіп қалып жатыр ма? Өйткені тоқтай десе анау 60-ға 70-ге келгеннің аузында Алласы жоқ қой, аузында дуасы жоқ қой оның. Қазақ айтпай ма? Байдың айтқанын құлды айтады, бірақ оның аузының дуасы жоқ деп. Сонда алда бергеннің 5 уақыт намазы түгел, аузында Алласы бар, елді уайымдап жүрген жүрегінде несі бар, ғамы бар. Кісінің сөзіне тоқтап келін жарайды деп, ана бір жапырақ қағазды алып, өзіне қайтып несіне кетеді ғой. Өзі ер адамда қанша жұрт болады? Бірінші. Өз жұрты, нағаш жұрты, қайын жұрты. Әйел адамдарда қанша жұрт болады? Қанша? Айтпақшы, ер азаматтың 3 жұрты болғанда кейбір өлердікі 4-5 жұрт болып кетеді екен ғой. 2 әйел барлардікі да. Ал қыздардікі қанша жұрт болады? Қыздардікі қанша болады? 2, 3, қанша жұрт болады? Нақтысын айтсаңыздар? 5. Не деген жомарт адамдар. Қыз әйелдердікі біріншісі әйелдердің бірінші жұрты. Нағашынан бастайықшы. Нағаш, обақшында нағашылар бар шығар енді. Нағаш жұрты бар сосын? Төркіні. Өз жұрты. Өз жұрты деген түскен жерін айтады. Түскен жер. Сол үшін мен неке қиғанда айтам, сен өз жұртыңа келіп отырсың. Енді мына жұрттағы болып жатқан, ертең дүниеде өтерді кезде осы елге қояды. Осы елдің адамдары қояды. Сондықтан осы елдің кемшілігін айтпа төркінің жұртыңа. Өз жұртыңды масқаралап, о жақтың да кемшілігі бар, не қыласың оның? О жақтың бізге керек жоқ, біздікін о жақ айтпай-ақ қой деп айтамын да келіндерге, жаңа түсіп отқан келіндерге. Сонда жаңа келін қай жұртына кетіп баратыр енді қағазды алып?
өз жұртына кетіп бара жатыр. Қалай ана алда берген, қалай ниет қояттан сөйтеді да барады да ауылдың жанындағы қариясын апарып береді ғой, сол ауылдың үлкеніне. Ана оқиды да, ой ел жер болдық ау, ауылымызға ұят келді ау, жерге қарап тау мына тірлік деп, ана кісі езіліп кетті дейді ғой жаңағы. Сол кездегі өзінің сөзімен ғой, не тамай тұрмын, не айтқан анық. Езіліп кетті дейді да, жүр шырағым деп, ана үйге апарып, жаңағы келін болып түскен үйге апарып, қызды қанша тәрбиелегенмен бір қайнауы кем болады. Қалған қайнауын келген өз жұрты беру керек емес пе? Неге соның кешіріммен қарап, арға үйретіп жібермей, өздеріңше кет деп айтасыңдар деп, жанын шығарып, өзінің орнына жайғастырып кеткен екен жанындегі ақсақал келінді. Ана үйдің әркімнің өзінің орнына қойып беріп жағы. Мен бұны ана Мұхаммеджан ағамыздан естіген бұл нәрсені. Шынында да сондай. Қыздар қанша үйде ата-анадан тәрбие алғанмен, қанша тамақ істеуді үйренгенмен, қанша керемет болғанмен, барған үйіндегідей ата-ана бола ма? Өз үйіндегідей ата-ана бола ма? Барған үйі? Ол үйдің аурасы, ол үйдің ағайындары, ол үйдің көршілері деген нәрсе ол басқаша болатын шығар кішкене. Сондықтан соны айтады екен ғой, бір қайнауы кем болады деп соны айтады екен. Қалған сол жерде үйрету керек екен ғой жаңағы. Сонда алда берген би не деп жазыпты ана үлкен кісіге? Жер болдық ау, ауылымызға ұят келді деп айтатындай. Десе, бізге енді онша әсер етпейтін бір сөзді айтқан. Сөйтсе былай деп айтқан, жазған екен. Қойдан қозы туады, шөп жейтұғын. Иттен ит туады, боқ жейтұғын. Осындай бейсуат сөйлегенге сол ауылда бар мекен қой дейтұғын деген. Сол замандағы ақсақалдар бір ауылдан келін кететін болса, ұят болды ау деп уайымдаған екен ақсақалдар. Ауылдан біреу, біздің үйден емес. Сол біздің ауылдан бір келін кетіп қалатын болса ше. Қазір үйден кетіп отса да пультті алып қатынмен таласып отырмыз ғой әлі. Сериалымды өзім көремін, өз сериалымды өзім көремін деп. Мысалға, шаруам жоқ, ұят та жоқ, басқа да жоқ. Сол үшін де ағайындар, біздің Құдайдан сұрайтын нәрсеміз өте көп қой мына жерде. Ал адам Құранға түсетін болса, Алланы таныса, пайғамбарларға иман келтірсе, періштелерге иман келтірсе, онда ол адамдарда ұят күшейеді екен ғой. Періштелермен бүгінгі немізді тоқтатайық. Періштелер бабына кеше бастап қойдық та, тоқтады. Не айтамыз деп кеше періштелер туралы? Қызмет, неше түрлі. Әрбір адам дүниеге шыр етіп келді ма, осы адам дүниеден өткенше қызмет қылатын жаңадан періштелер жаратылады екен ғой. Алла Тағала сол адамның қызметіне, мысалға біреуін қандай дедік есіктің аузында? Жалау ұстап тұратын бір періште болады. Мысалы сіздің үйде 5 жан бар ма? Есіктің аузында 5 періште тұрады екен жалау ұстап. Егер ол періштенің қызметі сізді жаман адамдарға қоспай, жын шайтанға ұрындырмай, үйге дейін аман-есен келгенше қорғап жүретін періште екен. Бірақ оның кілті бар екен. Кілті қанша ақша төлейді екен оған? Әр күні оның кілті бисмиллахи тәуәккәлту алаллахи ла хаула ва ла қуввата илля биллах деп айтатын болсақ, осы адамның қасында жалау ұстап жүреді, жын шайтанды жолатпай, қайтып үйіне келгенше екен. Кілті сол-ақ екен. Көп ата-аналардан мен сұраймын, балдарыңызға жандарыңыз аши ма? Ашиды. Онда мектепке барып келгенде өзіңіз жүрсіз ба қасында? Студент балаңның қасында өзің жүрсің ба? Қорғап, қорғаштап балаңды, қызыңды шын жаның ашитын адамды ата-аналар мынандай ата-ана болады. Анау бала үйден шыққанда бисмиллахи тәуәккәлтуін айтып шығатын қылып сіңдіріп тастаған ғой. Ал азаннан кешке дейін қатын мен еркек жұмыста болатын болса, кім үйретеді ана балдарға? Үйден шыққанда бисмиллахи тәуәккәлтуін айттым ба айтпадым кім қадағалап отырады? Сондықтан әйел адамның негізгі орны үй. Біздің негізгі қымбат дүниеміз ол перзенттер. Оған дәлелді осы жақын арадақ болған нені айта салайын. Ресей мен ана кім соғысты ғой жақында? Соғысқан кезде Ресейдің адамдары қайда қашты? Бізге басқа жерге қашты. Не алып келді? Люстрасын алып келді ма? Кілемін көтеріп алып келді ма біздің елге қашқан кезде? Өзімен бірге ең қымбат нелерін алып келді олар? Паспортын, ақшасын, бала-шағасын алып келді. Ең қымбат бала-шаға екен ғой. Ондай болатын болса, не бар ана қатынның азынан кешке дейін басқа жақта? Бастықтардан боқтау естіп, әңгімесі. Онда үйде бисмиллахи тәуәккәлтуін айтқан жоқ, қадағаламай ма? Ана оң қолмен бисмиллахын айтып жеді ме, жеген жоқ па, қадағаламай ма? Сабағын оқыды ма, оқымады ма, намазын оқыды ма, оқымады ма, Құранға түсті ма, түспеді ме, салауатын қанша айтқан қадағалап отырмай ма одан да? Содан ақ Құдай Тағала анау ер азаматтың әйелін балдар-шағама тәрбие берсе, мен ақ бұларды асырайын деп шыққан ниет үшін Құдай Тағалам екі адамның емес, бірнеше адамның ризық несібесін беретін еді ғой Алла Тағалам сол ниетіне қарай. Енді әйелдерге жұмыс істеуге болмайды деп жатқан жоқпын. Керек әйелдерге де жұмыс. Гинекология да керек. Гинекологияда еркектер жүр қазір. Өткенде менің жамағатымнан бір екі кісі, біреу
әкесі мен баласы келін апарған ғой бізде Шымкентте бір роддомға. Сөйтсем екі еркек жүр дейді, ана нені әкеп жатыр дейді ана. Келінді алып келген ғой машинамен. Сендер неғып жүрсіңдер, біз босандырамыз ғой деп қуалап жүріп тұрған ғой коридордың ішінде. Айуандар неғып жүрсіңдер бұл жерде деп. Содан қазір біздің Шымкент қаласында сақалы бар, тақиясы бар адамдар келін апарса еркектер шығармайды екен, әйелдер шығарады екен. Күтіп алды ғой ше. Уже таяқ жеп үлгерген ғой талай адамнан ше. Міне сонда әйелдердің сондай бір жұмыс істейтін нақты жерлері бар. Жаңағы медицинада, мектепте, ана балабақшада деген сияқты жерлерге керек енді нақты жерде. Ал ер адамдар ондай әйел адам істейтін жерде жүрмеу керек қой. Еркектің өзінің тірлігі жетеді мысалға. Сонда жаңағы әйел адамдардың жұмысы көп. Мысалға ер азамат сыртта жүреді, міне айлап, апталап жүр ғой ер адамдар сыртта, бала шағасына ризық несібесін іздеп. Сонда ана әйел адам түнде жатарда пайғамбар саллаллаху алейхи айтқан хадисін айтады екен ғой баласына. Балам, Алла тағала біздің қызметімізге неше түрлі періштелер жаратып қойған. Бір періште бар екен әрбір үйде. Әрбір үйде бір періште болады екен, қолына күрзі ұстаған. Күрзі деген не? Анау баяғы бабаларымыздың соғысқандағы шоқпары ше, анау басында не болады екен ғой анау? Домалақтау болады екен де, бірақ не шықтырады екен? Не дейді ана? Сондай шықтыр. Сондай күрзі ұстаған періште болады екен да, ол сол үйді таң атқанға дейін ұры түсірмей, жын шайтан кіргізбей қоршап тұратын не екен да, қорғап тұратын періште екен да. Бірақ оның кілті не деп ойлайсыздар? Дұғада. Кілті? Дұғада. Аятыл курсиде. Егер сол үйдің бір адамы кішкентай дауыстап аятыл курси оқып қоятын болса, анау күрсісін көтереді екен да, мына үйге ұры да түспейді, жын шайтан да жоламайды екен да. Бірақ ол бір-ақ күнге екен. 2 рет оқып қоймаңыздар. 2 рет оқысаңыз көршіңіз аман есен болып қалады сол күрсінің себебімен. Біз көршілерге жанымыз ашымайтын адамдармыз ғой негізінде біз. 3 рет оқысаңыз бүкіл ауылыңыз аман есен қалып кетеді екен ғой. 1 рет оқи беріңіз, соның өзін қарып қылайық десеңізші. Сонда анау әйел үйде отырып, балам, әкең оқып тұрушы еді, әкең енді біздің қамымызбен сыртта жүр, сен оқиын, дауыстап аятыл курси оқып қой деп, әр күні ана әйелдер балдарына аятыл курси 1 рет оқытқызып қойып отырады. Міне сол сияқты неше түрлі періштелер болады екен ғой адамның қызметіне. Соны бір ауыз сөзбен кеше өткен Абай атамыз не дейді? Махаббатпен жаратқан адамзатты сен де сүй, ол Алланы жаннан тәтті дейді. Қанша ақша төлеп жатсыз? Осынша періштелерді бізге қызметке қойып қойған Аллаға. Қанша ақша төлеп жатырмыз? Қанша ақша? Пайғамбар саллаллаху алейхи айтты ғой, таңертең тұрдың ба, аман есенсің ба, денің сау ма, сол күнге жететін ризығың бар ма, шүкір айт деді. Ана денеңдегі 360 буынға садақа бер деді. Сонда сахабалар айтты, я Расулалла, ана байлар беретін шығар. Біз күніге 360 буынға садақаны қайдан береміз деген кезде не деп айтты пайғамбар саллаллаху алейхи? Күн көтерілгенде 2 рәкат намазыңды оқысаң, сол күнге 360 буынға садақа берген болып есептелесің ғой деп айтқан екен. Қараңызшы, бізден ешнәрсе сұрап жатқан жоқ қой. Ешнәрсе. Соның өзінде Алла тағалаға рахмет айта алмаймыз ғой. Рахмет айта алмай қаламыз ғой кейде да. Міне осындай адамзат баласы үшін жіберілген періште. Періштелердің санын кім біледі? Бір күні пайғамбар саллаллаху алейхи айтады екен, мына сықырды естіп жатсыңдар ма дейді екен сахабаларға. Жоқ, естіп жатқан жоқпыз. Аспан сықырлап тұр ғой дейді да. Періштелер аяқ қоятын жер жоқ дейді да. Аяқ қоятын жер жоқ дейді да. Содан аспан сықырлап тұр ғой дейді да. Бізде мына қағбаны айналып жатырмыз ғой, мына аспанда Байтул Мағмур дегенде періштелердің қажы жасайтын жері бар екен. Байтул Мағмур деген. Жаңағы әрбір періште бір кеп, өмірінде бір кеп қажылық сапар жасап кетеді екен, жәндегі Байтул Мағмурға. Бірақ бір рет келіп қажылық сапар жасап кеткен, біз сияқты емес қой, рет-ретмен келеді ғой енді оларда. Бір рет қажылық сапар жасап кеткен періште бар ғой, екінші қайтып келем дегенше, оның очереті, оның кезегі келем дегенше не болып кетуі мүмкін екен? Қиямет қайым болып кетеді. Періштелердің көптігінен. Өте көп дейді. Бірақ періштелер ұйықтамайды, тамақ жемейді, еркек әйел болып бөлінбейді, тумайды. Ал адамдар ше, үйленеді, тамақ жейді, құлшылық жасайды, құлшылық жасамайды. Ал жануарлар ше, жануарлар тек қана ішіп жем. Сол үшін олардың балдары, жануарлардың туылатта аяқтан жүріп кете беретіні, уақыт жоқ. 5-6 айдан кейін адамның көзі қуырдақ болып көрінеді ғой. Жаңағы туылатта жүріп кете беретіні, адамның пайдасына ет болу керек, жүн болу керек, ақша болу керек, сүт беру керек деген сияқты. Алла разы болсын. Көп сөйлеп кеткен жоқпыз ба? Баяғыда біздің аталарымыз
мынандай тұрған ғой. Мына ауылда бір ру тұрады. Мына ауылда бір ру тұрады да. Мына ауыл бір-бірінің қызын аламайды ғой, өйткені бәрі не болады? Бір ру болғаннан кейін аламайды ғой. Мына сондықтан мына ауылдан қыз алады, бұлар мына ауылдан қыз алады деген сияқты бір кісілер қыз айттырып барады екен. Жаңа осы әңгімеден есіме түсіп қалды. Уақыттарыңыз бар ма? Сиыр сауға неге асып тұрған жоқсыздар ма? Көршіні шайға шақырып шығып кетті. Сөйтсе, жігіттің бір өзі сумаң етіп бара салмайды екен ғой. Қыз айттырып жатқан жігіттің үлкен әулеттің үлкендері барады екен. Сосын ана қыздың үлкен әулеттерімен сөйлеседі екен.